Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде Посев фильмі. Кино шөл далада басталады. Жалғыз өзі келе жатқан бала адам саусағын кеміріп, анасын іздеуде. Бірнеше миль қашықтықта жолмен келе жатқан көлік кенеттен шөлдің ортасында тоқтайды. Көлікті жүргізіп келе жатқан ер адам сыртқа шығып, жаяу жүруге мәжбүр болады. Бұл адам фотосуретші Уиндом. Ол осында күн тұтылуын суретке түсіру үшін келген. Бірнеше сурет түсіргеннен кейін күннің батып бара жатқанын байқап, көлігіне оралуға тырысады. Алайда ол кенеттен адасып, қорқып жүрген баланы кездестіреді. Уиндом оған көмектескісі келеді, бірақ бала бұған аса құлшыныс танытпайды. Ол ата-анасын жоғалтқан жаққа нұсқап кетіп қалады. Уиндом баланы үйіне жеткізуге тырысады, бірақ бала оның көмегінен дөрекі түрде бас тартады да көзден ғайып болады. Қараңғылық түскенде Уиндом жалғыз қалады және өркениетке қайта оралу жолын таба алмайды. Ол жерге жатып ұйықтауға тырысады, бірақ күндізгі оқиғалар ойынан кетер емес. Кенет ол бір түрлі дыбыстар естиді. Дыбыс шыққан жаққа барғанда, бағандарға керілген арқанға ілінген бөтелкелерді көреді. Олар жел соққан сайын әуезді дыбыс шығарады. Алдында үлкен шатқал бар, ал оның түбінде ағаш үй орналасқан. Үйдің маңында бір әйел жүріп, ән айтып жүреді. Уиндом көмек сұрайды, бірақ әйел оны естімегендей үйіне кіріп кетеді. Ол шатқалға түсу үшін темір сатыны байқайды да төмен түсе бастайды. Бірақ саты тек жарты жолға дейін ғана жетеді. Әрі қарай тек арқан саты бар. Ол екеуін де еңсеріп үйге жетеді. Есікті қағып, жауап ала алмаған соң, оны өзі ашып кіреді. Пештің қасында тұрған әйел сабырлы кейіппен оны қарсы алады. Әйелдің есімі Алина. Ол Уиндомға кешкі ас ұсынады. Ер адам тамақтан бас тартса да, әйел оған сорпа құйып, дастарханға қояды. Уиндом оның қонақжайлығына алғыс білдіреді, бірақ бұл жерден қалай кетуге болатынын сұрауын тоқтатпайды. Ол жолда кездескен бала туралы айтып, су сұрайды. Алина оған таң атқанша тынығып алу керектігін айтады. Уиндом оның ұсынысын қабылдап, бөлмесіне барып жатуға дайындалады. Ол Алинаның өзін күтімге алып жатқанын байқап, оның жас әрі көрікті екенін аңғарады. Таңертең ол заттарын жинап, үйден шығып, жолды табуға тырысады. Алайда, ол түскен арқан сатымен қайтып көтеріле алмайтынын түсінеді. Темір сатыға жету мүмкін емес. Уиндом үйге қайтып келіп, фотоаппаратын алып, айналаны және шатқал қабырғаларындағы суреттерді түсіре бастайды. Олардың барлығы қараңғы, өліммен байланысты бейнелерге ұқсайды. Осы кезде ол шатырды жөндеп жатқан Алинаны көреді. Ол жоғалып кеткен саты туралы сұрағанымен, әйел не түсінбегендей, не түсінгісі келмегендей кейіп танытады. Оның сөздерінен мұнда басқа адамдардың да барын аңғаруға болады, бірақ ол нақты ештеңе айтпайды. Көңілі қалған Уиндом шатқалды аралап, көмек шақырады, бірақ ешкім жауап бермейді. Кейінірек Алина одан киімін шешуді сұрайды. Себебі оларды жуып беру керек екенін айтады. Үйге мұнша лас болып қайтуға болмайды дейді ол. Уиндом амалсыздан келіседі. Түнде ол қайтадан ұйықтай алмай, сыртқа шығып, тағы да кетудің амалын іздейді. Бірақ ешқандай жол таппайды. Таңертең ол үйді тінтіп, балға тауып алады да шатқалдың қабырғасына өрмелеуге әрекеттенеді. Кенет ол жоғарыдан бір нәрсенің қозғалғанын байқайды. Содан кейін тауықтың өлексесі құлап, оның тепе-теңдігін жоғалтып, жерге құлауына себеп болады. Уиндом есін жиса, қараңғылықта жатыр. Өз балғасынан жарақат алған аяғы қатты ауырып, ол жан дауысы шығып айғайлайды. Алина жүгіріп келіп, оған көмектесуге тырысады. Бірақ шатқал үстінде көрген балалар жайлы сұрақтарына жауап бермейді. Келесі бірнеше күн бойы Уиндом сандырақтап, уақыттың қай бөлігінде екенін ажырата алмай, шындықпен елесті шатастырады. Бірақ бір күні ол ақырында есін жинайды. Ақсаңдай жүріп, сыртқа шығады да, Алинаға жоғарыдағы балаларға оны шығарып алуын айтуды талап етеді. Бірақ ол тағы да ештеңе түсінбегендей кейіп танытады. Ол Уиндомға осында қалуды ұсынып, оған қамқорлық жасап, жағдайын қамтамасыз ететінін айтады. Бірақ Уиндомға бұл қажет емес. Ол үйіне өз жұмысына қайтқысы келеді. Ол Алинаны дөрекі түрде итеріп, кез келген көмектен бас тартады. Ер адам жараланған аяғын қарап, оны толықтай қолдануға әлі көп уақыт керек екенін түсінеді. Кенеттен ол жоғарыдан дауыстар естиді. Қараса, баяғы бала қолынан кішкентай қызды ұстап тұр екен. Екеуі де көңілді түрде көмектесуді ұсынады. Уиндомның жоғары көтерілгісі келетінін білген соң, бала арқан әкеліп, оны лебедкамен шығарып алуға уәде береді. Бірақ кетер алдында ол бір түрлі сұрақ қояды. Сенің сүйікті тісің қандай? Уиндом таңғалып, бірақ ойланбастан қызыл деп жауап береді және оларды асығуға шақырады. Бала мен қыз кетеді, ал Уиндом қалтасындағы әмиянын тексеріп, басқа заттарына оралмайтынын шешеді. Кенет жоғарыдан арқан түседі. Сол бала оған өзін мықтап байлауды кеңес етеді, және Уиндом оның айтқанын орындайды. Балалар оны жоғары қарай тарта бастайды. Ол ақыры құтылатынын сезіп, үміттенеді. Бірақ жолдың жартысына жеткенде арқан тоқтайды. Шатқалдың үстінде ілініп тұрған Уиндом айғайлайды. Ол өз күшімен өрмелеп шығуға тырысады, бірақ шамасы жетпей, күн астында дәрменсіз күйде қала. Ол су тамшысынан есін жинайды, бірақ жоғары қарағанда, әлгі баланың оны шлангпен бүркіп, мазақ етіп тұрғанын көреді. Шатқал жиегінде басқа балалар да пайда болады. Кішкентайлардан бастап, жасөспірімдерге дейін. Олардың барлығы өзгенің киімін киген сияқты көрінеді,
және бір түрлі әрекет етеді. Олар Уиндомды келемеждеп, арқанды шайқай бастайды. Ол қабырғаға соғылып, амалы таусылғанда, инстинктивті түрде Алинадан көмек сұрайды. Ол әйелдің ашулы түрде балаларға айқайлап жатқанын көреді. Бірақ келесі соққыдан кейін есінен танып қалады. Түнде ол төсекте жатып, кенет оянып кетеді. Алина оның қайда бара жатқанын түсінбейді. Бірақ Уиндом кез келген жолмен қашуға бел буған. Әйел оған балалардың үйсіздер екенін, шөл далада бірге жиналып, тірі қалу үшін күресіп жүргенін түсіндіреді. Олар сөйлесіп тұрған кезде, ешқайсысы балалардың шатқалдың үстінде тұрып, үйдің терезелеріне қадала қарап тұрғанын байқамайды. Келесі күні Уиндом Алинаның құсты босатып жібергенін көреді, және оның еркін ұша алатынына қызғана қарайды. Әйел қайдан алғаны белгісіз, оған таза киім әкеліп береді. Уиндом сұрамағанымен, оның қамқорлығы жүрегін жібітеді. Уақыт өтеді. Бір күні Уиндом шатқал түбінде шағын бақ отырғызады. Ара-тұра балалар оларға түрлі заттар, тамақ пен сусын әкеледі. Бұл Уиндомды таңғалдырады. Өйткені мұнда ешқандай дүкен жоқ. Ол олардың әрекеттерін түсінбейді. Алдымен олар оны тамақтандырады, сосын мазақ қылады. Бірақ Алина мұның бәрін қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Ер адам үй шаруасына көбірек араласа бастайды. Алинаның үнсіз, сабырлы табиғатына таңғалады. Бір түні ол одан сұрақтар қоюға тырысады. Бірақ дәл осы кезде сырттан айғай естіледі. Алина балалар сондай кезде сыртқа шықпауға кеңес береді. Бірақ Уиндом тыңдамай, қараңғыға жүгіріп шығады. Сыртта оғаш киім киген балалар үйдің жанында жиналыпты. Олар оны мазақтап, итеріп, ұра бастайды. Бірақ кейін кенеттен қараңғылыққа сіңіп кетеді. Уиндом Алинадан жауап талап етеді. Бұл балалар кімдер? Неге олар осында өмір сүреді? Сен неге осындай қорқынышты жерде қаласың? Бірақ әйел сабырлы қалпын сақтап, өзін тұтқын ретінде сезінбейтінін білдіреді. Сол түні ол Уиндомға жақындайды. Ал әйел жылуын аңсаған ер адам оны құшақ жая қарсы алады. Уақыт өтеді, және Уиндомның бау-бақшасында алғашқы өскіндер пайда бола бастайды. Бір күні жоғарыдан қалпақ киген бала оны шақырады. Ол достық пейіл танытып, газды сусын алып келуге уәде береді. Уиндом өсімдіктеріне қайта оралады. Бірақ кенет құмның арасында үйлену сақинасы мен көлік кілттерін тауып алады. Сол кеште Алина оған бір әйелдің портретін көрсетеді. Оны бірінші ана деп атап, өзінің бала күтіп жүргенін мойындайды. Есеңгіреген Уиндом құлағына сенбейді. Ол ешқашан мұнда бала сүйгісі келмеген, әсіресе әрең танитын әйелден. Алинаға ашуланып айғайлайды, бірақ бұл жағдайды қабылдаудан басқа амалы жоқ. Келесі таңертең ол өз бақшасының жергілікті құстар тарапынан бүлінгенін көреді, бірақ Алина оған қайта отырғызуға көмектеседі. Бұл оның ризашылығын тудырады. Біртіндеп үйдегі өмір бір тәртіпке түседі. Алина шаруашылықпен айналысады, ал Уиндом аяғын қалпына келтіру үшін жаттығады. Бір күні қалпақ киген бала тағы да келеді. Ол өте қызығушылық танытып, Уиндомға көптеген сұрақтар қояды. Уиндом одан Алинаға көмектесуін сұрайды. Себебі ол балалы болғалы тұр, және оларға дәрігер керек. Ер адам баладан арқан мен қарсы салмақ ретінде қолданатын ауыр нәрсе әкелуін өтінеді. Ол жоғары өрмелеп, әйел мен баланы қалаға алып кетуді жоспарлайды. Бала бәрін жасайтынын, бірақ тек түнде, барлығы ұйықтағанда немесе кеткенде орындайтынын айтады. Алайда, сол сәтте ересек балалардың бірі келіп, оны алып кетеді. Кейінірек Уиндом Алинаға баланың білім алғысы келетінін, оның өзгелерден ерекше екенін, және басқа өмір сүргісі келетінін айтады. Ол оған және Алинаға көмектескісі келеді. Бірақ әйел бір түрлі жауап қайтарады. Ол Уиндомға мұнда нақты не жетіспейтінін анықтауға тырысады. Ер адам бостандық деп жауап бергенде, Алина таңғалып: "Саған мұнда ешкім ештеңеге тыйым салмайды ғой. Бұл бостандық емес пе?" деді. Уиндом оған сыртқы әлем туралы айтып береді. Мұхитты, чизбургерді еске алады. Алина бұның не екенін білмейді. Сондықтан Уиндом оған бұл тағамның неден тұратынын түсіндіреді. Әйел анасының сыртқы әлемде сағымдар өмір сүреді, ал шөлде барлығы шынайы деп айтқанын мойындайды. Уиндом фотоаппаратын алып, мұнда қалай келген күні түсірген суреттерін көрсетеді. Бірақ Алинаны күн тұтылуының емес, көліктің ішіндегі кездейсоқ түсірілген суреттегі музыка ойнап тұрған сәті қатты таңғалдырады. Түнде Уиндом жан түршігерлік түстер көреді. Ол мазақтап күліп тұрған балалардың қорқынышты жүздерін көреді. Таңертең ауладан Алинаның сұмдық айғайын естиді. Жүгіріп шыққанда, қалпақ киген баланың шатқалдың үстінде сымдарға керілгенін көреді. Жабайылар шатқал шетінде күліп тұр. Кенеттен Алина: "Бауырлары бұлай жасамайды", деп баланың өліміне Уиндомды кінәлайды. Ол тақтай мен Уиндомның басынан ұрып жібереді. Есін жиғанда, Уиндом өзін тордың ішінде көреді. Ол жалбарынып жалынады, бірақ Алинаның оны босатуға ешқандай ниеті жоқ. Ол енді оны жануар секілді тамақтандырады, ал балалар оның азабын қызықтап тамашалайды. Бір күні ол шатқал шетінде тұрған бір қызды көреді. Ол анық мұндағы адамдардың бірі емес. Уиндом оның назарын аударады, бірақ қатты айғайлауға қорқады. Себебі Алинаны оятып алуы мүмкін. Сыбырлап, қыздан көмек шақыруды сұрайды. Қыз оны түсінеді, қажетті нәрсені жасайтынына уәде береді, және жақында қайтып келетінін айтады. Уиндом үнсіз күтіп, Алинаның жүкті күйінде үй шаруасымен айналысып жүргенін бақылайды. Кенеттен ол айғайларды естиді. Шатқалдың шетінде жабайылар әлгі қызды ұстап алған екен. Олар қызды шатқалдың шетіне сүйреп апарып,
Уиндомның көз алдында қатыгездікпен өлтіреді. Уақыт өтеді. Уиндом әлі де тұрды. Ол еріксіз түрде Алина, оның балалары мен бауырларының табиғатқа қайшы рәсімдер жасағанына куә болады. Бір күні ол кенеттен Алинаға осында мәңгі қалғысы келетінін айтады. Өз баласын өсіріп, Алинаны сүйіп, оны өзінің патшайымы еткісі келетінін жеткізеді. Ол балаға бар білгенін үйретіп, өз өмірін толықтай арнауға дайын екенін айтады. Бұл оның таңдауы. Алайда таңдау деген сөзді естігенде әйел қарқылдап күледі. Оның ешқашан таңдауы болмаған. Ол жай ғана жел айдап әкелген бір тұқым. Ал бұл бала тек Алинаға тиесілі. Ер адам бала дүниеге келгенше торда отырады. Одан кейін шөл далада ештеңе бекерге кетпейді. Ақыры босану күні келеді. Алина үйде аш-айқай салады, ал Уиндом тордың ішінде ары-бері жүріп, шарасыздан бақылайды. Әйел оған жетіп келіп, жалынып көмек сұрайды. Өйткені оның өмірінде мұндай ауыр босану болмаған. Алина оны тордан босатады. Ал Уиндом қолдан келгенше ауырсынуын жеңілдетуге тырысады. Балалар шатқалдың шетінде тұрып, бәрін бақылап тұр. Кенеттен Уиндом жоғарыдан төменге түсіп келе жатқан баспалдақты көреді. Бірақ дәл сол сәтте Алина айқай салады. Және ол оның жанында қалуды шешеді. Бала күн тұтылған сәтте дүниеге келеді. Уиндом кішкентай қызды қолына алып, қуанышпен сүйеді. Ол әке болғанына қуанышты. Алина одан сәбиді беруін өтінеді. Ал нәрестені қолына алған соң, мен оны асырап қорғап, жаңа анаға айналғанша қамқор боламын, деп уәде етеді. Содан кейін ол өз мақсатын орындайды. Дәл қазір Уиндом өз міндетін орындағандай. Дәл осы сәтте бала Уиндомға білдіртпей жақындап келіп, оның тамағын осып жібере. Жан таласып құлаған ер адамның үстінен масаттана қарап тұрып, мен мұны ана үшін жасадым, дейді. Кейінірек Алина Уиндомның заттарын жинап, сандыққа салады. Содан соң нәрестенің қасына барып, барлығы жақсы болады, деп уәде етеді. Ал бұл уақытта Уиндомның денесі аулада шіріп, оның орнында шөптер өсіп шығады. Осылайша бұл ерекше фильм аяқталады.